Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Мынау бүгін көптен бері бейне түсірмей қалып едім. Сосын бүгін бұл далаға шығудың сәті болып, бұл даладан бейне түсірейін деп. Бүгін қой кезек 2020 жылдың 11 қаңтар айы. Қаңтар айының 11-і деген. Яғни менің қой кезегім. Мынау біздің жақтың қойлар енді Еділбай қойы деп айтады. Біздер өзіміз көбіне қара қой дейміз. Неге десен, қазақтың қара қой дейміз. Неге десен, Еділбай қой енді. Бірақ бұлар сұрыпталмаған, кішкене жабайы типте өсіріліп жатқан қойлар ғой енді. Яғни сұрыпталып, қошқарды жылда ауыстырып, бір линиясымен жүргізетін болса, ол енді дұрыс Еділбай болады. Бұлар да Еділбай, бірақ сұрыпталмаған жабайы типтегі Еділбай. Жалпы негізі өте төзімді қой. Мынау қазір ауа райы деген. Бүгін ғана бір қылаулап қар жауып тұр. Басқалайда мұнда қар жауған жоқ осы уақытқа дейін. Жылдағы уақытынан асып кетті негізінде. Жылда желтоқсан айының 20-ларында қой тоқтайтын едік. Кезек үйге ұстайтын едік. Биыл құмның қойы сияқты бағып жүргі әлі. Үйге барғасын шөбін саламыз, жемін береміз. Бірақ та денін осы даладан жеп келетін. Денін осы даладан азығын осы жақтан жеп келеді. Қазірде қозғалғысы келіп отқан жоқ, бірақ уақыт болғасын кішкене қайырмалап үйге қарай жақындатайын деп тұрмын. Қыс болғасын қорқасын, алай-дүлей боран тұрып кете ма деп. Бұл ән сағатта ол. Міне. Жақсы, жарайды. Келесіде кездескенше.